Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ерекше жабық пицца дайындаймыз. Ең алдымен қамырын жасаймыз. Ыдысқа жылы су, тұз, зәйтүн майын, ашытқын салып араластырамыз. Одан кейін бірнеше бөлікке бөліп, ұнымызды саламыз. Қалақшаның көмегінен араластырамыз ұндары біріккенше. Енді қамырымызды қолымызбен иі қанғанша илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін жылы жерге бетін жауып көтерілуге қоямыз. Салмасы толықтай төменде жазылған. Қамырымыз ашыды. Енді осы қамырымыздың барлығын жинап, ыдыстан босатып алып, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен 4 бөлікке бөлдім. Төрт бөлікке бөліп, шет-шетін жинап, дөңгелетіп, бетін жауып 5 минутқа қоямыз қамырымызды. Қамырымыз біраз демалды. Енді осы қамырларды оқтаудың көмегімен жұқартып жаямыз. Жайылған қамырдың үстінде кетчуп жағамыз. Салмасын саламыз. Шұжықтарды, болгар бұрышын, зәйтүнді, черри қызанақтарын саламыз. Ең үстіне ірімшігімізді себеміз. Қамырымыздың екінші бетін беттестіріп, шет-шетін жапсырып, бүріп шығамыз. Салмасына әртүрлі заттар салсаңыздар болады. Тек ірімшікпен де жасауға болады. Балаларға жеуге ыңғайлы, өте дәмді, тез оңай жасалады. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Үстін жұмыртқаның сарысымен жағып, қызарғанша пісіреміз. Пиццамыз дайын болды. Өте керемет, дәмді, тез арада жасалады. Сіздер де осындай пицца дайындаңыздар. Менің каналыма лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.